Алтынжан. Бүгін біз сіздермен Dream League ойынын жалғастыратын боламыз. Алдыңғы видеода біз шелер кездескен болатын, 3-ші тур. Және де бүгін бастайтын боламыз. Бүгін құрамға сәл өзгерістер енгізетін боламыз. Қақпада Джек Хэмилтон бастайды. Ал өткір шабуыл ретінде әдеттегі Майреди, орталық қорғаушы Маккенези алаңға шығаратын боламыз. Сонымен бастаймыз. Астыр лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және артымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бүгін тағы досым және тағы бір айтып қойын. Егер сіз алдыңғы видеомызды көрмесеңіздер, онда көріңіздер. Ол видеоның мен оның ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Сонымен басталды. Хересич әдеттегі өзінің оң қапталында Хенес ортаға Фернандес. Порсон тамаша пасты бұл жерде Мәриге өтті. Мәри допты өткісі қой шеңеп бір жақта Мәри шабуыл жағасы отыр. Тоқтат, бәрекелді, финт жасадық. Пас, соққы және де гол емес. Қақпашы допты өте оңай тоқтатып алды. Және де жылдам артқа қайтуымыз керек. Хенес, бәрекелді, Хенес. Компани Хересич Хенеске. Хенес ойыншыларды іздеу керек, бәрекелді. Фернандес Мәри сол қапталды көтерді бұрыш жама. Бүгінгі матчымызда бірінші бұрыштама, және де біз әдеттейді Руанхнен көтерді Витсен компани баспен соққы, және де гол емес. Қорғаушылар қалай ғана шығарып алды, қараңыздаршы. Өте керемет ойнай білді. Тамаша есеп 0-0 ойын барман 23-ші Порсон алдыңғы матчтар өте нашар ойнаған болады. Алдыңғы видеода, бүгінгі видеода өте жақсы ойнайтын ертеңіз. Хенес қателесті бұл жерде. Ойын 25-ші минутына жақындап қалдық. Және сіздердің бәрі мерекеңізді ең алдымен құттықтайтын боламыз. 1 май ынтымақ күні, бәріңізге зор байлық. Денсаулық тілейміз. Біз шабуылда және Мәри гол. Есеп 1-0. Фрессер Мәри ойынның 30-ші минутына таман есепті ашып отыр. Өте керемет ұйымдастырылған шабуыл, есеп 1-0. Ойынның 27-ші минутта есепті ашып отырмыз. Тамаша голдың артынан бірден гол соғады. Мәри соққы және гол емес. Қақпашы бұл жерде қайтарды. Егер мына бір гол соққанымызда, онда Шейлот командасы онда толық бізге беретін. Пио соққы және гол. Тамаша Пио және Мәри. Бүгінгі матчта бір голдан соғады. Тамаша ойының 35-ші минутта есеп 2-0. Алдыңғы видеода 40-ші минутта 2-0. Бүгінгі видеода 35-ші минутта. Келесі видеода 30-ші минутта 2-0. Тамаша соққы бір жерде. Қақпадан допты Мәриде қисық деп отыр. Шілемпейді. Бірінші тайм есеп 2-0. Әлі бізде екінші тайм бар. Екінші таймда тағы да бір гол соғаламыз. Баспен тағы да бірінші деп отылдық. Осы командада бір тегі воздушныйда ешқайсын жеңе алмай жатыр. Алып қойды. Бәрекелді Маккенези орталық қорғаушы қай жерде жүреді. Доп бәрі алып қойды. Артқа пас. Хенес тамаша пасты Мәбеден көтерді және де Пиоға доп жете қоймады. Фернандес допты алған жоқ, және де бұл жерде аут. Негіз уақыттан 1 минут қана уақыт қосты. Ал бұл 1 минуттен ештеңе өзгерген ойында жеткен қазір. 1 минут берді, көз ашып жүрген тезірек шығады, және де Маккенези Бәрисич пас, және де айта ой жағын бірінші таймда бітті. Шынымен құрамында ешқандай өзгеріс керек емес сияқты әзірге. Шабуыл өтіне қойып шабуылда көп гол керек. Өйткені біз өзімізге берілген 16 голымызды жылдам соғымыз керек. Тағы допты ала алмай жатырмыз. Қараңыздар, нашар ойнап жатырмыз әзірге. Осы команда допты жөндеп ала алмайды. Хенесте мысалы бәрекелді Мәри және қорғаушылар жақсы алады. Мәвиди неге артта жүр? Қараңыздаршы. Мәвиди мүлдем артқа түсіп кетіпті қазір. Орталық қорғаушы сияқты жүр тек артта. Пио Порсон қапталға Мәри бүгін матчта бір гол соқты, енді голдық па шығарып бердік. Мәвиди бұл жерде қаттырып қойды. Енді қақпадан қисық кетіп отыр. Есеп 2-0. Енді қайттан допты ойынға қос Атвардтан. Бірінші топ тағы дотылдық. Бірақтан тамаша Фернандес тамаша пас. Мәвиди ар қапталға беріп үлгере алмай қалдық. Жылдамды алып қоймыз керек. Маккенези бәрекелді. Маккенези өте тамаша ойнай білді. Енді екінші мәрте бәрекелді. Өте тамаша ойнай білді. Енді асып бәк қойды. Джек Хэмилтон алдыға асадайық. Мәвиди ұтылды, тағы да ұтылды. Мәвиди бүгін қанды шыпытты ғой тегерді. Гол да соғатқан жоқ. Жеңіп те жатқан жоқ осындай воздушный нәрселер. Тамаша енді Мәвиди енді гол соған жасыген. Тамаша Мәвиди соққы және де гол емес. Мына бір қақпашы бұны жермей қойды екінші таймда. Ешқандай бұрыштама да болған жоқ. Доп
бағана тип серпіліпті. Кішкене әлі уақыт бар. Бәрекелді Фернандес тамаша пас. Пио допты беріп қойды бұл жерде. Бүгінгі матчта біздің шабуылшыларымыз өте нашар ойнап жатыр. Тамаша Мәвиди қайтадан Пио. Бұл жерде Мәвиди тағы қисық беріп отыр. Қараңыздаршы. Міндей голды соға алмай жатыр. Ешқандай пасымыз да өтпей жатыр. Бәрекелді Пио Хеннес өзінің соғатын сияқтысың. Хеннес соққы және гол. 3-0. Хеннесте бірақ мүмкіндік болса, бір мүмкіндіктің өзін шешіп тастады. Ал біздің Мәвиде қанша мүмкіндік болса, соны өзін соған атты. Шеңпе енді қазір ойыншылар алмастырайық. Енді Гуидалымыз соны шығарайық енді. Французды, Португалиялықтарына. Ал өткір шабуыл өтінде Молт қайттан қойық. Пио біраз шаршады. Молт Мәвидеге арағын сол үшін ойыншылар алмастырайық. Допты тартып алып қоймыз керек енді. Және бізге ойыншылар Месте сұраған болатын алдыңғы видео қандай ойыншылар алып кетсе Рамосты алды депсіздер, біреулеріңіз Месси мен Пике депсіздер. Рахмет, бірақтан сіздерден сұранарым кішкене арзан тұратын ойыншыларды. Мысалға біраз Картидо, Тиаго Силва деген сынды ойыншыларды педагогиясын дұрыс болар, бірақтан бізде қымбат ойыншыларды алатын ақшамыз жоқ. Және алдыңғы видеода бәріміз қорытып қойған болатын. Енді сонымен біздің қақпақ шабуыл бәрекелді компания. Бүгінгі матчта біздің қақпаға әлі допта жолаған жоқ. Тамаша енді Мәвиди офсайд. Ой, негізі уақытын 2 минут уақыт қосылды, ал есеп болса 3-0. Бүгінгі матчта біраз сылбыр ойнады, алдыңғы матчтарға. Бірақтан Шемпи сода да жеңілдік, бүгінгі матчтың ең үздік ойыншысы бұл анық Лоик Пио болды. Сонымен бізге жеңісіміз үшін 10 теңге, 3 қосылған 3 теңге, сухой матч ойнағанымыз үшін 2 теңге беріп отыр. 15 теңге жалпы бізде енді. Жалғастырақ келесі матчымыз бізде Килман Роспен ойнайтын. Енді құрамда бүгінгі матчта біз Лайн Уилсонға мүмкіндік берген жөсірім отырмын өзім. Және Куфотқа 2 университет бүгін. Ал капитандық міндетті бұл жерде Лоик Пио алсын. Ал және де Мәвидині Молт шығарайық. Қақпағы Кларкты шығарайық. Және де осындай құраммен бүгін матчта ойынымызды бастайық. Бізде капитан Лоик Пио. Пенальтиді Лайн Уилсон емес. Мен ойымша Молт алған дұрыс сияқты. Неге екенін білмеймін, Молтқа бермейді. Көріңіздер пенальтиді. Онда Хернес алсасын, штрафнойдың бәрін Пио алады. Сол жақтағы бұрыштама Хернес, оң жақтағы бұрыштама Фрасер Мари. Сөйім матчымызды бастайық. Бізде балуанға 94 теңге, ал бізде әзірге ойыншыларды алатын бізде ақшамыз жетпей отыр. Шеңпит бірақтан әлде болсын ақша жинап ойыншылар аламыз. Сөймен бастайық келесі матчымызды. Бірден бастайық. Куфот, Молт, айкешіңіздер. Пио, Мәри Молтқа, Молт, арғапталға Фернандес. Топты беріп қойды. Осы мен ойынша Фернандес негізі құшын ойнайтын дұрыс сияқты. Гуидалымыз тамаша допты дәрге сарфап қойды. Пио, Мәри тамаша пас Молтқа енді. Молт финт көрсет жерде осында кезде тамаша. Және де енді соққы гол емес қазір. Қақпашы бұл соққыны өте оңай тоқтата алды. Пас Молт не себепті аяғын тартып қалды доптан. Соққы бақтың гол ретінде тамаша соққы. Тағы да соққы бақтай алмайсыз. Молт тамаша Пиоға. Пио енді. Фин көрсетсе соққы және гол емес. Тағы да гол емес. Қараңыздар. Бүгін матчта қорғаушылар тегі жата жастана допты шығарып алды қақпадан. Бәрекелді Куфот тамаша пасты Пиоға. Пио тағы да өте алмай жатыр. Бәрекелді Пионың пас Молтқа. Молт соққы және де қақпашы тағы да қайтарып отыр. Және де сіздерге тағы бір айта кетейін бір хабарлама. Және де сіздерге Дремлигадан басқа ойын түсіргенін қаласаңыздар, онда комментария жазыңыздар. Мен келесі видеода Дремлигадан басқа да ойындар түсіретін боламын. Мен FIFA Mobile түсіріп, және де біз келесі видео FIFA Mobile'сында мықты ойындар түсіретін боламыз. Рақтан қазір FIFA Mobile менде жөн істемей жатыр. Және де FIFA Mobile'ға обновление, және де оның бәрі қысқасы түсініксіз отыр мен телефонда бар. Шемпи ойын жалғастыра берейік. Бірінші топ тағы ұтылдық. Бәрекелді Мәри бәрді қараңыздар. Қандай керемет доп тоқтатты. Бәрекелді Куфот тамаша пас Пиоға. Пио үстінен бәрекелді Молтқа. Молт енді ойыншыларды іздестіріп жатыр. Ешкім жоқ. Бәрекелді тамаша ашылды жерде. Хернес бәрекелді есеп 1-0. Ойыннан 41 минутта әйтеуір голды соғып отырмыз біз. Бәрекелді өте жақсы жасалған шабуыл, есеп болса 1-0.
өте керемет шабуыл жасады. Тамаша енді Молд кешіріңіздер Пүйо тартым пас бәркелді Молд есепті 2-ге жетсек үстінен және бұл жолы болмай қалды. Үстінен асыра алмай қалдық. Қақпашы жата ма дедім, қақпашы бедіріп алдымызға тұрып алды, не істейсің маған деп. Және осымен бірінші таймда бітті. Ешқандай ойыншылар алмастырмай қойып, осындай темппен біз ойын жалғастыра берейік. Онда біз бұл матчты таза жеңіске боламыз. Допты алып қойыңдар, қараңыз, допты ала алмай жатырмыз. Бар соңына шейін. Бәрекелді. Пүйо допты алды да қайттан бері өзіне. Допты ала алмай жатырмыз, қараңыздаршы. Пүйо енді подкат қоямыз ғой. Міне подкатта істемейді оны. Бәрекелді, Пүйо тамаша алып қойды ғой тұр. Бәрекелді Молд өзін кіре берген дұрыс сияқты. Молден соққы ары қапталынып соққы тағы қақпаны қисып кетті. Соңғарында Молдты ауыстыру керек сияқты меніңше. Хейнес шабуылшы емес, соңғы гол соғып, ал Молд болса әзір гол соғып жатқан жоқ. Куфо допты алып қой, бәрекелді. Фернандес ары қапталға. Бәрисичке аяғына бүгінгі матчта бірінші топ тиіп тұрған. Соны өзін қателесті. Мәри қайттан Бәрисич оң қапталға тағы да қисық бет қарады деп пас жетпейді ойыншылардың. Не передачкалар нашар тегі. Соңғы арында сол жақта қорғаушының орнына басқа бір қорғаушы алған сияқты дұрыс сияқты. Пүйо тамаша не істейді қараңыздаршы енді. Бұл жер допты жай ғана тебе салды үшін. Сонымен ойыншылар ауыстырайық әйтпесе Молд мүлде ойынға жарамай тұр. Мәвиді ауыстырайық. Ал болды қалғанда сөйтіп қала берсін. Меніңше Мәриді ауыстырайық. Мәридің орнына мен Гуидл қойым келіп тұр. Қоя және де Порсонды қапталға тастап көрейік. Порсонды қапталды қойын көрсетсін. 2-1 алмаса бірден ұстап отырмыз. Есеп болса бірден жылдан бардың жабылмыз керек ғой. Бар жабыл. Мәвиді ойынға шыға салысымен қателесіп тамаша допты алып қойды. Молд жете алмай қалдық. Ойынға шыға салысымен голдық пас берем ба деген оймен Мәвиді пас береді, бірақ та оған Пүйо жете алмай қалды. Бәрисич тағы тамаша бірінші мәрте дұрыс беріп отыр пасты бүгінге. Тамаша пас енді болмай жатыр. Гуидл Бәрисич енді бірінші түсу передача беріп отыр. Хейнес тамаша пас. Мәвиди офсайд емес бұл жерде. Мәвиди Пүйо офсайдта Пүйо офсайдта алып қалды. Ойынның бар болған 85-ші минут ойнан толды. Бар болған 5-ақ минуттай ғана уақыт қалды. Енді 5 секунд шығар енді. Соның өзінен біз бірақ голмен ғана шектеліп отырмыз әзірге. Алып қой енді. Гуидл допты ала алмай жатыр мүлде. Бәрекелді Хейнес тамаша пас енді Мәвиди ары қапталға бермей ақ қойған дұрыс. Енді беру керек. Тамаша үстінен. Бәрекелді есеп 2-0. Әйтеуір дегенде жеңдік қой 2-0. Әрең тек. Не шабуылда жолымыз болмаған соңында гол соқты. Қараңыздаршы, бұндай гол тамаша гол қараңыздар. Мына қараңыздаршы қандай жылдамдықпен келді, пасты берді, үстіне ғана салды. Бұл голды біз сақтап қойғанымыз дұрыс шығар. Бәрекелді сақтап қойдық енді біз. 2 минут уақыт қосты, ал 2 минутты өтіп те кеткен шығар ол же. Енді қазір уақытта болады. Сонымен допты алып қойдық. Бәрекелді Пүйо. Бәршені алдыға салсақ, сонымен де уақыт біткен шығар. Асадық, сонымен уақытта бітті. Құттықтаймыз 2-0 есебімен тамаша жеңіске келіп отырмыз. Егер сіздер мен осымен құттықтағаныңызды лайк басып қойғаныңызды сұраймыз, және де комментария жақсы сөздер жазып кеткендеріңізді сұраймыз. Қараңыз, міне. Гол жеңген үшін 10 теңге, 2 гол соққан 2 теңге, сухой матч ойнаған үшін гол жеңген үшін 2 теңге, ал өз арамыз ойнаған үшін 16 теңге, жалпы 30 теңге алып отырмыз біз. Және де біз қараңыз, біз 3-1 бізге берген тапсырманы орындап қойыппыз. Бізге екінші турға жеттік. Академияда 4 матч жеңуіміз керектігін жеңдік. 16 гол соқтық. Бәрекелді. Өте жақсы ойнадық. Және біз алаңды көтеруімізге ешқандай ақшамыз жете қоймайтын сияқты. Енді екінші турды ойнайықында әмеспен, және де бұл бүгінгі күнге ең соңғы ойын. Бүгінгі видеоға. Егер де сіздер бұл видеоға да алдың видеода 25 лайк жасап берсеңіздер, мен тағы да осындай видео салып тұрады. Тамаша Молд бірден допты алып қойдық. Пүйо Молд ары қапталға. Хейнес пас. Пүйо соққы және гол емес. Қақпашы қайтарған жоқ. Баған тек кесетілген еді, бірақ біздің Пүйо сынды қорғаушымыз, шабуылшымыз бұл шабуылды түйіндеп отыр бәрібір. Қан соққы бағанаға дейді, кесетілген өз қақпаға соқты. Мұнда сақтап қой, қараңыздаршы,
Пио бірден соқып жатыр, оны қақпаш қайтардан кейін асықпай допты қабылдап, қақпаға бір қарап қойып тағы соқып жатыр, өзі таза гол болды. Жылдам допты алып қоюымыз керек. Бәрекелді Хернес Молттың пасы жете қойған жоқ. Молт енді өзі шабуыл түйіндейтін шығар бұл шабуыл. Соққы бақтан жетіп жерде штрафной болды жақсы, біздің Молтымыз шарқат алып қалды. Әзір шармы жасырек, тым болмас 15 минут ойнасын, жеріміз теуіп көрейік. Астымен жеріп көрейікші, астымен. Және де бұл жерде бағанаға тиіп кеселіп тұр. Енді Молт травма алды, және де бірақтым соңында үшін жалғастыратын шығар, бірінші тайм тым болмаса. Бәрекелді Хернестің жылдамдығы жете қойған жоқ, соңына шейін баратын. Енді бұл тарапымыз бәрекелді тартып қойдық, пас Порсон Пиоға, Молтқа, Молт енді жарақат алып тұрып гол соғып кетсе, онда ол нұр үстіне нұр болар ма еді. Бәрсич топ тартып алған жоқ. Жылдам қарыз өтіп кетті, сал бәрекелді Порсон алды допты. Бәрекелді Пио пас бере салайық Молтқа пас жете қойған жоқ. Енді şimdi Алмастырды zorunda салайық. Молттың орнына біз әдетте шабуылшы Степпи Мәвиди шығаратын боламыз. Мәвиди алдыңғы матчта слабый, бұл матчта гол соғатын шығар деген үміттеміз. Бірінші топ бәрекелді Куфуд Пиоға допты берген етін баспен, бірақтан Пио ол допты в опережение ойнай алған жоқ. Мәлі ойын тәртібін бұзды, және біздің қақпамызға тағы стандарт берілген отыр. Және Молт алдына кетті, онда Мәвиди шығып отыр. Алдыға сырып бәрекелді, өте тамаша ойын oldu. Лайын Уилсон тамаша Пиоға, Пио бір өз кете берген дұрыс. Пас арқапталғанды, пасы жете қойған жоқ. Бұл тура сборный Қазақстан ойыншылары болды бұл командада тек. Тағы пас жеген жоқ, қараңыздаршы тек. Енді допты подкатпен алатынымыз, бәрекелді подкатпен өте тамаша алдық. Және допқаныз басайға жүгіріп бартқанда көрінеді. Және бәрекелді Пионы пас, Пион тағы да пас қисық кетті. Точно Пио Қазақстанда туылған ойым соған қарағанда. Тамаша енді финт көрсеттік, бәрекелді финт көрсеттік. Соқ енді асықпай гол, бәрекелді. Қазақтың қара домалақ баласы деп айтып қойғаны. Сонымен гол, бұл матчта бұл жігіт дубль істеп отыр. Қараңыздаршы міне. Бәрін алдады, өзі финт көрсетті, капитанға нағыз лайықты жұмыс атқарды. Соққы және бұл таза гол болды. Бұны да сақтап қойық. Егер де сіздер қаласаңыздар, мен осы бүкіл керемет соққан голдардың жиынтығын сіздерге тағы бір видео көрсететін боламын. Сонымен бірінші тайм негізгі уақытта 2 минут уақыт қосылды. Енді бұл 2 минутты алған қонақта істеп емес. Жылдам Куфуд ойын тәртібін бұзды бұл жеріне. Ойын тәртібін тағы да бұзып отыр, және де бізге қауіпті стандарттан бәрекелді. Зарден Кларк өте оңай деп тоқтатты. Және қақпашымен шалуға шығып көргенді. Қақпашы бәрекелді өзі тоқтатты, алды өте алмай екен. Және де істеген істеп тұрды. Бізге мәс тайм бітті. Ойыншылар ауыстырмай қойса, матчтарға жасырық Пио Мәвидиге пасты берген дұрыс. Мәвиди тамаша пас, енді Хернес соққы. Және бұл жерді блок қойып үлгерді қорғаушылар. Бәрекелді Мәвиди тамаша Порсон Пиоға қайттан Порсон және соққы, бәрекелді. Қақпашы бұл жерді өте керемет тоқтата алды. Және бұл жерді бұрыштама қақпашын кіргізіп көрейік бірінші мәрте. Бәрекелді Мәвиди соққы баспен Мәвиди ұтылды. Және жылдам артқа айтымыз Куфуд осы жерден ғана шабуыл тоқтады. Қақпашқа беріп көрейік енді. Зарден Кларк өзің енді бір шабуыл істеп бір гол соқып көрінді. Фин көрсетейік, бәрекелді өте оң алдап өтті. Соққы және гол! Қақпашы гол соғып отыр ойынның 61-ші минутында. Зарден Кларк бүгін матчтың үздік ойыншысы болатынды шығар. Өйткені қақпашы гол соғып, қараңыздаршы мінекей. Өте керемет алдады соққы және гол. Егер де қалай ойлайсыздар, егер де бұл жерде гол болмады, қақпашы табағанда ойын тәртібі бұзылған болып штрафной бересіз бе, бермейді ме? Сонда комментария жазып кетулеріңізді сұраймыз. Және де сіздердің бұны орындайтындарыңызды мен білемін. Ойынның 65-ші минутта допты Мәри өте оң алып қойды. Пио енді Мәвидиге пас жете қойған жоқ қайттан. Тамаша енді Мәвиди гол соғыласың ба? Мәвиди бәрекелді тағы да пас. Хернес офсайдта емес. Хернес бұл жерде гол соғылған жоқ. Жылдам допты алып қойымыз керек біз. Жерде Куфуд болыр еді, сол допты алып қой. Куфуд допты алып қой. Жоқ, кешіңіздер бұл Уилсон екен. Арғаптаға пас. Хернес
Хенес қайттан Мәвидиге. Мәвиди көтерді және соққы гол. Гол қараңыздаршы, қандай керемет гол. Есеп 4-0. Бұл матчтың үздік ойыншысынан Лоик Пьерді лайықты сияқты қараңыздаршы. Хет-трик істеді бүгін. Қандай керемет матч өткізді қараңыздаршы. Біздің команданың қазіргі кезде бомбардировкасы қараңыздар, шоқ, тамаша соққы. Және де бұл гол болды, қараңыздар. Қандай керемет қақпашында мінезі әбден қызығырақ болды тек. Қандай керемет шал есеп 4-те және сонымен ары қарай ойымыз жалғастырып, енді алмастыруға істейік бұл жерде. Мен ойымша Вицин компания капитандық қайтадан кіргізейік және капитандық міндетті қайтадан өзіне берейік. Не Вицин компания капитандық қайтадан бермейтін болды. Өзі капитандық повязканы беріп, өз қайраттан өміршілерінде Уилл шығарайық. Фернандес біраз шаршады, Порсон да шаршады, бірақтан Фернандестің рейтингі төмен болған екен. Фернандес алаңынан шығарып тастайын деп отырдық. Енді алып қойымызға жылдан мойынға кіре салысымен Мәвиди қараңыз тамаша пас. Пьеға бәрі келді. Пье не әрмен қарай өте алмайды қойды өте. Және жылдан допты алып қойымыз керек. Подкат бәрі келді. Ойын тәртібі бұзды. Ойынның 87-ші минутында да уақыт таяп келді. Есеп болса 4-0. Таза жеңіспен матчта жеңіске шығамыз. Және де біз 3-ші турнирда өтіп отырмыз. Қазіргі кезде біз өзімізге берілген жүктелген міндеттің бәрін орнап қойып сияқты болғанша соңғы ғана міндетіміз қалды. Ол чемпион қалып 7-ші орын алу. Және де біз соның құрметіне сағады гол соғып отырмыз. Бүгін матчтың ең үздік ойыншысы анық бұл Лоик Пьер. Покер істеді ғой, бұл покер. Пентатрик істейтін шығар енді. Жылдан Пьер пәрі келді, алдыға пас. Бірақтан бұл жер пентатрик істеп үлгермеді. Не Мәвиди де голда соғып үлгермеді. Соқса тек қана Порсон да соғған жоқ бұл матчта. Кларк соғып отыр. Ойыншылар соққан жоқ, және де қақпашы соғып отыр. Қараңыздаршы, біз толық соққы уақыттадық. Олар бірде бір соққы уақыттаған жоқ. 6-ау түсу, оның 5-еуі гол. Сол гол соққы болған соң Порсон Клемент болып отыр. Бұрыштан 1-0. Тура берген пастары 85-те 100. Ойын тәртібі 3-те 1. Біз сары қағазда жоқ, офсайдтар жоқ. Бәрі келді. Өте керемет матчты өткізіп отырдық. Және біздің кезекті қарсыласымыз ол Алава, бірақ Алава емес. Өткен қазір бұндай кезде гранттар қосылады. Және де қараңыздар, біз сіздермен ашып отырмыз сетевая игра. Біз бұл онлайн ойынды ашып отырмыз. Егер сіздер қаласаңыздар, мен бұдан да сіздерге ойын түсіреміз. Бірақтан мен алдына білетін шығарсыздар, онлайн болғаннан кейін біраз бұл қиындыққа тап болатынымыздан. Статистикаға қараңыздар, Лион. Бізге Лион сотыр. Лионға точно қадаламыз ғой деймін соңғы. Шелпет, бірақтан біз соңғы тырысып, тым болмаса пенальти апарамыз. Пенальти берсе, ол лотарея болмайтын команда жеңіп кетеді. Ал бізде қазір таблица бойынша біз бірінші орындамыз. 4 матчта 12 ұпай жинап, және біз барлық мүмкіндікті істеп отырмыз. Жинау керек очконы бәрін жинадық. Және біз өзіміздің командада меніңше бомбардир бұл жерде Лоик Пьер сияқты 6 гол соқты, ал Стефан Мәвиди 1 гол қалып бара жатыр. Ал лучший бомбардирлер болса турнирде ол әрине Лоик Пьер мен Стефан Мәвиди, және де одан кейін Руан Хейнес. Ол 2 гол соқты, ал голдық пас болса бұяқты Лоик Пьер 4 голдық паспен, және бұл вице-капитанға лайықты істеді. Ал 3-ші орында жерде Молта екен, 3 голдық пас. Одан кейін Мәвиди 2 голдық пас, Фрестер Мәвиди 2 голдық пас. Және сонымен рахмет сіздер бізбен бірге болғаныңызға. Сіздермен болғанымызға тағы да бір мерекелеріңізді құттықтаймыз. Келесі аман сау болыңыз.